Сәлем достар, бүгін мен сіздерге сосиска в тестенің рецептімен бөлісетін боламын. Бір дайындағаннан дайын болатын өте дәмді сосиска тестелер. Ол үшін бізге армай қажет болады. Сүт, бір кесе, одан кейін бір кесе айран, 2 ас қасық тұз, мен көз мөлшерімен сала беремін. Одан кейін дрожждан менде 1 ас қасық. Артынан ыстық су құямын. Негізі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жаңағы майонез қоссаңыздар да болады. 2 ас қасық майонез қоссаңыздар болады. Келесі ең соңында мен қант қосатын боламын. 3 шай қасық қантты қосып араластырамын да жарты сағатқа бетін жауып қоя тұрамын. Келесі қамырды аламын да 2 килограмм ұнға дайын болған сұйықтығымызды құйып, жақсылап араластырып, қамыр жасайтын боламыз. Ортасына келген кезде тағы да құямыз. Кезек-кезектен кішкене мөлшерде құйып отырасыздар. Ортасына келген кезде сұйық майдан 2 ас қасық қоясыздар. Артынан біткен кезде 1 ас қасық құйсаңыздар, жаңағы пышный болып, күшті болып шығады. Көтеріліп, жақсылап былай илейтін боламыз қамырды. Үстінен пакетпен жауып, жылы жерге жарты сағатқа 1 сағатқа қойсаңыздар жеткілікті. Дайын болған тесто менде дайын болды. Мен жарты сағатқа қойып қойдым. Осыны 4 бөлікке бөлдім. 3 бөлігін жаңағы үйге нан пісіруге қалдырдым. Ал бір тестаны сосиска в тестеге арнадым. Қамырды осылай жайып шығамыз. Қалыңдығы примерно 5 мм болады. Өздеріңіз білесіздер енді. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша ғой. Одан кейін мен 1 сантиметрға осылай алдым енін. Осылай орап шығамыз жаңағы сосиска тестені. Жетпей қалған болса тағы да кесіп, оны артынан жалғастырып кетсеңіздер болады. Бұл ештеңені білдірмейді. Дайын болған тесталарды мен жаңағы печканың листіне салатын боламын. Сол печкада негізі дайын болған нелерді, сосискаларды, сосиска тестелерді 1 жарты сағатқа бетін жауып қойсаңыздар өте пышный болып шығады. Аламында жұмыртқаның сарысын жағып шығамын. Бұл өте түрін деген әдемі қылып қояды. Қарасаңыздар, міне дайын болды менде. Печкаға 200-180 градусқа қоясыздар. Енді өздеріңіз печкаларыңызға байланысты қоясыздар. Сол 15 минутта пісетін болады. Бізде өте ысты, қарасаңыздар, міне кәдімгідей дәмді болып шықты. Рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын.